тұр, иә. Мына қысқа жіп рабочий жіптің үстінде тұр. Мен мынаны санайын, бірақ кейбір кісілер санамайды. Міне біреу, иә. 2, 3, 4, 5, 6. Мына 6 воздушная петля. Енді ең бірінші, мына воздушный тоқын, ең бірінші воздушный петлямызға салып, рабочий жіпті іліп алып, мына жерден де және 2 ілмектен алып шықтым. 1 ілмек бар. 2, 3, 4. Енді қарасаңыздар, мынау бізде бір столбикқа тең. Бір столбик с двумя накидами, 2 накидпен тоқимыз былай. Мынау бір столбикқа тең, сонда қараңыздар. Міне 1, бізімді бер жақтан салдым. Міне 1, 2. Міне 2 рет оралды, иә. Общий бізімде 3 ілмек. Міне. Тура центрына саламыз кольцоның. Сол жерден ыңғайлап тұрып 1 ілмек шығарасыз. Сонда сізде мына жерде бізіңізде 4 ілмек. Бірінші мына 2 ілмектен шығарып аламыз 1 ілмек. Міне. Енді бізімізде 3 ілмек. Енді мына алдыңғы 2 ілмектен 1 ілмек шығарамыз. Міне. Қайтадан 1, 2. Центрға саламыз мына жерге. 1 ілмек алып шығамыз. Сонда бізде мына жерде 3 столбик, 2 накидпен. Общий мына жерге айландыра 18 столбик тоқу керек біз. Ал енді өздеріңіз ары қарай. Ой, енді 2, 1, 2. Екеуінен, екеуінен, тағы да екеуінен. Өстіп айналдыра тоқып шығасыздар. 18 столбик бұл. 1, 2, 3, 4. Мына жерде менде 18 столбик 2 накидпен. Міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 столбик бар 2 накидпен. Енді мына воздушный біздің ең бірінші столбигіміз бар ғой. Вот соның ең үстіндегі, міне, ең үстіндегі столбикқа соединительно қосамыз. Міне. Мына осындай бізде домалақ шықты. Енді қараңыздар. Міне бізімде 1 ілмек бар, 2, 3. Міне. Енді қараңыздар, накид, қайтадан накид. Тура осы жерге міне, тура міне астына салып жатырмын. Міне. Міне 1, 2. 2 рет қана жасаймыз ең біріншісінде. Өйткені мына біздің воздушныйымыз 3-ші столбик болып саналады. Пышный столбигімізді бүйтіп шығарамыз. Пышный столбикті бекітеміз. Ары қарай накид. Келесі міне мына жерге тоқылды, келесі міне мына жерге. Біреу, екеу, үшеу. Міне 3 пышный столбигімізді бірдей болу керек. Жіпті 3 пышный столбиктен шығарамыз, бекітеміз. Міне 1, міне 2, 3. Пышный столбигіміз дайын. Бекітеміз. Мына осындай болып шығу керек. Осыны айналдыра тоқып шығу керексіздер. Айналдырып өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Тура мен қалай көрсетіп жатырмын, солай тоқып шығыңыздар. Мына жерден тоқып бастадым. Мына жерден айналдыра былай алып келдім. Мына жерге дейін тоқып келдім. Міне ортасы ашық болып тұр. Енді мына пышный столбиктің үстінен бізімді салып 1 ілмек алып шығамын. Міне бізімде 2 ілмек. Осылай
Енді біздімде бір ілмек бар, е? Біреу, екеу, үшеу. Накид. Қараңыздар. Накид. Келесі мына жерден аламын да. Полустолбик тоқимын. Екі жіптен қараймын. Біздің ілмегімде 3 ілмек, біздімде 3 ілмек, бәрін бір ілмекке қосамын. 1, 2. Накид. Тура мына қараңыздар, мына жерде тоқылып тұр ғой, мына жерге тоқылып тұр. Тура сол жерге саламын, міне. Накид алып шықтым. Біздімде 3 ілмек. Соңғы мына 2 ілмектен 1 ілмек шығарамын. Накид. Тура мына ортасына, мына жерге тағы да салдым да 1 ілмек шығарамын. Мына жерде біздімде 4 ілмек, кейінгі 2 ілмектен ғана 1 ілмек шығарамын. Бұл менде полустолбик болып тоқылып жатыр. Накид. Тура пышный столбиктің үстінен 1 ілмек алдым. Біздімде 5 ілмек екен, кейінгі 2 ілмектен ғана шығарып аламын. Сонымен толығымен біздімде 4 ілмек. 4 ілмекті 1 ілмекпен қосамын. 2, 3. Накид. Тура міне тоқылған жерімізден тағы да көрсетіп жатырмын. Накид. Накид. Міне барлығын 1 ілмекпен қосамын. Міне осындай узор шығу керек, жапырақша сияқты. Осыны енді өздеріңіз мына жаққа дейін тоқып келіңіздер, қосылатын жерін көрсететін боламын. Аяғына дейін тоқып келдім. Мына жерде кішкене ғана қалды. Накид. Соңғысын тоқимын. Накид. Накид. 1, 2. Тура мына жерде жапырағымыз бар ғой, міне. Жапырақ сияқты болып тұр, бәрі. Сол ең бірінші тоққан жапырағымыздың ең үстіне бүйтіп қосамын. Осымен болды. Қатарымыз бітті, енді келесі қатар тоқаймыз. Мынау екінші қатар пышный столбиктан тұрады. Үшінші қатарымыз полустолбиктан тоқыдық. Енді мына жерден біттік, аяқтап қостық. Соединительный столбикпен енді ары қарай мына жаққа тағы да соединительный столбик жасаймыз, міне тесікке. Енді міне біздімде 1 ілмек бар, 2, 3, 4. Енді мынау бізде воздушный столбик. Мынау воздушная цепочка, қазір тоққанымыз. Ол 1 столбик с одним накидом соған тең болады. Ол былай тоқылады, столбик с одним накидом. Міне накид, тура осы тесікке саламын. Міне біздімде енді 3 ілмек. 3 ілмектен бірінші 2 ілмектен 1 ілмек шығарамыз. Тағы да 2 ілмек, 2 ілмектен 1 ілмек шығарамыз. Накид. Тура осы жерге, міне біздімде 3 ілмек, 3 ілмектен. Міне 2 ілмектен 1 ілмек, 2 ілмектен 1 ілмек. Міне накид, тағы біреу. Көрініп тұр, 3 ілмек.
Енді 2 ілмектен 1 ілмек, тағы 2 ілмектен 1 ілмек. Сонда қарасаңыздар, мына жерде 1 столбик соединим накидім, 2, 3, 4. Міне мынау біздің воздушный цепочкамыз уже 1 столбикқа тең болып тұр биіктігімен, е? Міне мынау. Енді қараңыздар, мына айландыра, каждый мына тесікке, міне тесік тұр, міне тесік тұр. Жапырақшалардың ортасында тесіктер тұр. Сол каждый тесікке 4 столбик соединим накидім тұғыз. Мына қараңыздар, біреу, е? Ой, накид. Міне. Осылай, міне біз тоқып бастадық, мына жерден. Осылай айналдыра, мына жерде айналдыра, каждый мына тесікке, каждый ячейкаға, мынау. Мына жерге төртеу, каждый 4 столбик соединим накидім тоқып шығамыз. Мына жерде қарасаңыздар, міне, мынау астындағыдан столбиктер алдық, полустолбик. Мына жерде біз мына жерде жазады ғой, цепочка, міне. Мына жерде цепочка, 2 цепочка, мына жерде 2 цепочка. Вот соған 4 столбик соединим накидім. Міне қараңыздар, мына жерде менің қатарды аяқтап келе жатырмын, 4-ші қатарда. Накид. Міне соңғы жапырақшамызды тоқимыз. Накид, міне 1 столбик тоқыдым, накид. 3 ілмек бар біздімде. 2 ілмектен 1 ілмек, 2 ілмектен 1 ілмек. Накид. Накид. Міне осылай аяқталды. Енді мына жердегі ең бірінші столбигіміз бар ғой, воздушный цепочкамыз. Соның ең үстінен бүйтіп жалғастырып, соединительный столбик жасай саламыз. Осымен өстіп аяқталды. Осымен осындай кішкентай ғана кішігірім мотив. Үлкейтем десеңіздер, мына каждый столбикқа тағы да тоқып шықсаңыздар болады. Мына жерде міне көрініп тұр. Міне. Бұл кішкенеден кейін вообще ашылып, одан да бұдан да әдемі болып көрінетін болады. Енді бұдан сіздер плед тоқи аласыздар, сумка, фантазияларыңызға байланысты бұл мотивтан сіздер неше түрлі тоқи аласыздар. Плед, пальтошка, кішкентай қыздарға, кофточка, женский кардиган, неше түрлі тоқуға болады. Өте әдемі болып көрінеді, өте әдемі болып шығады. Цветной қылып тоқсаңыздар да болады. Міне мынандай қылып тоқсаңыздар болады, бұрыштарын шығарып. Просто мына жерде мен жай ғана мына жерде мысалды, жай ғана столбик без накида тоқып келдім. Сол мына жерге бір жерден 3 столбик без накида тоқыдым. Нет, 4 даже. Сосын былай ғана жай ғана тоқып шықтым. Арасында мына қарасаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбикқа жай ғана столбик без накида тоқып шықтым. Сосын мына жерге келгенде тағы да осындай бұрышын өстіп шығарасыздар. 4 бұрыш жасап шығарсаңыздар, 6 бұрыш жасасаңыздар болады, өте әдемі болып шығады. Мен мокасинайдың бетіне тоқыдым, бірақ заказ берген кісіге ұнамай қалды. Ондай модель мокасинайдың осындай мотив. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қателеріңізге жаратыңыздар, подписка жасап, лайк басып өтіңіздер.